табиғаттың көркі. Құстар біздің досымыз демекші, мен бүгін сіздерге құстар жасауды үйретемін. Ал ендеше керекті құрал жабдықтармен таныстырып өтейін. Ол үшін бізге түрлі түсті қағаздар, дөңгелекше, қарындаш, қайшы, жем керек. Қарындаш пен дөңгелектің көмегімен түрлі түсті қағазға дөңгелекше сызып аламыз. Дөңгелектеріміз дайын. Дөңгелектеріміз енді мынандай қылып қайырамыз. Бүктеп алдық. Енді қайшымен кішкентай жерін бөліктерге бөлеміз. Қайған бөліктерімізді қайшымен қайырамыз. Енді мына қағазға құсымыздың басын саламыз, қиямыз. Құсымыздың басын, құйрығын, аяғын, көздерін дайындадым. Барлығын жерінде ғана қалды. Құсымыздың көзін басына жеңдейміз. Енді құйрығын кесеміз. Құйрығы дайын, енді денесіне құйрығын желімдейміз. Енді басын желімдейміз. Денесіне желімдедім, енді мына жақ қанатын желімдейміз. Мен құсым дайын болды. Өте оңай, жасап көріңіздер. Енді осы жасаған жұмысыма мақал мәтел айтып кетейін. Торғай жаңбақ жауса баласын қорғайды, бұршақ жауса басын қорғайды. Құстың алғанынан салғаны қыз. Құс тамағы үшін қолға түседі, балапан үшін торға түседі. Ал достар, сіздер құстарға байланысты қандай мақал мәтелдер білесіздер?